арнасына жылға да жоқтауламен жалғасуға таста тұнған жалбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басынан әлдилеп ақ төбесіне бермей тыным ақ айдын ақ мүсін бермей тұғын бұл көлге мылтық алған саятшы емес тірі жан аяқ басып тұғын аққулар аман есен қайтқанынша суына жетім көлдің шендей тұғын суымен сырқаттарын емдей тұғын. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана отыр киен бағып. Қайдағы бір қатыге сұрқай ойлар, мойын қарып барады, мойын қарып. Ана күндіз жауыпша недеп кетті, әлде өтірік әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластан да үйдідағы жәмен жөнеп кетті. Тұрсаншы, таяу қалды тынатуға, неткен жансың санасыз жаратылған. Манағы тәуіршалдың айтқан сөзі ұмытылып кетіне санатынан. Айналайын аққудың қанатынан, қайтеміз ол адамға бола туған. Езіп көлге барып қайтқан жамылып, санатқанша қалайда қалғайлы. Біреулердің көзіне түсқалып, біреу көзіне жетуді салмадыңыз. Күндесті мүмкін бәрі жалғаныңыз. Апырай, қалай барам. Атармын аққу құсы қалай ғана, айдынның аққулары ұйықтағанда. Өрген мал, өскен шырша абайлаған, барлығы қасиетке қарайлаған. Оқ атау қасиетке қалай ғана, бармаймын, қалай барам. Жаңыз одан аттыға аталғандары, бала мүлке бақтың келеміне, сұлбасы басып қалғандарым, ерден сұрап есіне армандағым. Құрысын, қалғандары, мылтықта кел, ат жепте жалғандары. Аққу ойын сүбер ғанар, алаңсыз тарадуды көкке қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырынды кімге аманат. Шошымай, шолжан өскен батырларын, ана отырған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағын тауған қолға, білмей қалды мылтықтың атылады. Үйі қойманы астан кестен, жер айналып тау құлап аспан көшкен. Жаңғырығын жар салып жақтастарды, жетім көлдің қайғысын бастап кешкен. Тау жаңғыртып тамаша құстың әні, көш айтысы көлменен ұшты бәрі. Қаз бетінде көлденен жаралақ қол, ұша алмайды, ұшпақ қол күш қылады. Апырай, не қылған? Таңсәріде көлді алдында мылтық атқан құстардың қансартқан, не қылған қапы кезер тұлпық атқан. Ей, кімсің? Не қылдың? Жаның бар ма? Аққудың неге атасың? Арың бар ма? Тастан мылтығыңды. Ана күндіз келіп кетті, әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластандар, дедідағы жәмен жөнеп кетті. Ей балам, болмады ғой. Көлдің арқаты кетті ғой. Тәуіп шалдың айтқаны өтірік қой. Атыңа мініп, ауылыңа қайт. Білмеймін, сор аттым ба, баг аттым ба. Жоқ, қайтсенің сорының ғана. Жоқ, ата жасамадым ондайды мен. Жасынан білемін, әйтеуір аққуды атқан оңбайды деп. Солай.
Енді аманат бір Құдайда. Өлмей түспе, әйтеуір даласуда, өлім менен тірінің арасында. Өліп жатқан ұлына қарасын ба, талсын ана жетім бір жағасында. Жо-жо, о қасиет, сорымның қалдығы шашымдай ма еді? Ондай білгенде жасамас едім ғой. О қасиет. Аққулар, аныс көппай олар жайлы, көзінмен көргеніндей бола алмайды. Тек қана тыныштықта ұйықтайды олар, шошыса екінші рет оралмайды. Орнында екен жетім көз жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты. Алдарыңызда аққулар ұйықтағанда көрінісін сомдаған автор Ақмағамбет Нұрсезім, ананың рөлін сомдаған Тыныштық Жанерке, әкенің рөлін сомдаған Қойшығұл Бейбарыс, аққудың рөлін сомдаған Сатаева Дария, Баққалиқызы Шолпан, Қалдыбай Арайлым, Айсұлтан Арайлым. Шалдың рөлін сомдаған Қуаныш Самғат.